Ne бол, ne керек? Жаппар ағамен сөйлесуім керек. Төле ұйықтап жатыр, айтарыңды маған айт. Балам ауырып қалды, қалаға дәрігерге апаруым керек, маған бір ат керек. 1-2 сағаттан кейін кел. Аға оянғаннан кейін сұраймыз. Балам науқас деймін, түсінбейсің бе? Кемал не боп жатыр? Ат сұрап тұр. Балам ауырып қалған еді, ханым, қалаға дәрігерге апаруым керек. Оған атты бер. Бірақ Жаппар аға, Мен рұқсат берем, Кемал. Жаппармен өзім сөйлесем. қалауыңыз болсын. Үйде ақша бар ма? Аз ғана бар. Барып алып кел. Бірақ Жаппар аға, Алып кел дедім. Алла сізге разы болсын, ханым. Мейірімділігіңізді, сұлулығыңызды әрдайым айтушы еді, сенбейтінмін. Бүкіл айтқандар рас екен ғой. ал. Мүмкін бір нәрсеге қажет болар. Қалай қайтарам деп ойлама. Жаппар ағаның сыйлығы. Рахмет, ханым, рахмет. Атты тезірек бер, ертерек барсын. Бер жүр. Сейіт, бұйыр ағам. Ханымдардың қызметшілерімен танысты ма? Жоқ, мырзам. Бәрін жинаңдар, ханымдарыңды да шақырыңдар. Жарайды, мырзам. Ассаламағалейкум. Кемал. Бұйыр мырзам. Кім бұл? Ауылдың адамы мырзам. Жақсылық па? Рұқсат берсеңіз, Назар ханымға аманатым. Аманатыммен қоса айтарым бар. Айтарыңда маған айт. Рұқсат берсеңіз, өзіне айтқым келіп еді, қарызым бар. Назар! Мынау біздің ат емес пе, Кемал? Біздікі мырзам. Онда мына сорлыда не істеп жүр? Не болды, Жаппар аға? Мынау сені сұрап тұр. Саған қарызыма бір нәрсесі бар екен. Қалай, балаңыз жақсы болды ма? Алла жар болсын, ханым. Тұр былай. Маған баламды қайта сыйладың. Дәрігер егер 1 сағат кешіккендерінде өлетін еді деді. Бұдан былай қаласаң жанымды берейін, қаласаң құлың болай. Балаң аман қалыпты, сол да жетер. Басқа ештеңе керек емес. Берген атыңды алып келдім. Мынау берген ақшаның бір бөлігі. Қолымнан келгенше қалған кейін берейін, ханым. Сенде қалсын. Балаңның дәрі-дәрмегіне үйіңнің керек затына жұмсарсың. Атта сенде қалсын, керегіне шарап қалар. Жаппар төремен өзім сөйлестім. Төренің сыйы деп қабылда. Рахмет, төрем. Айтқаным айтқан. Еңбек етіп қайтарамын қарызыңды. Ханым айтты, сыйлығым болсын. Мойныңда қарызың жоқ. Рахмет, төрем. Алла жар болсын, төрем. Мынау қияфет. Әздеп сұрастырдық, осы маңдағы ең жақсы ас дайындайтын аспазшы. Асхананың жұмыстарын істейді. Сіздің осында келгеніңізді естіп, өз еркімен жұмыс істеуге келді. Рухи ұста. Бау-бақшаға қарайды. Бау-бақшамен айналысатын адам бізде болмағандықтан ауылдан тауып алып келдік. Рахмет. Мынау кім? Ол Назал. Кияфет әйелдің қызы болады. Кішкене жетіспейді, көп сөйлемейді. Жалғыз қалмасын деп оны ала келдік. Асханаға көмектеседі. Бұл жер жетім қанамет. Дұрыс депті. Жасың қаншада? 15-ке енді толады, ханым. Мектепте оқымайсың ба? Болды, жетеді, Назар. Ұнатпасаң айт, кері қайтарайық. Айтатын ештеңесі жоқ болса, барып жұмыстарын істесін. Бәрің төлем ақыларың туралы сөйлестіңдер ме? Бұл үйде еңбек ақысыз жұмыс істегендерін қаламайым, Сейіт. Сейіт. Әлі сөйлескен жоқ едік, ханым, бірақ мәселен шешеміз, ол жағы оңай. Мәселе шешілмейінше жұмысқа кіріспесін. Шеше алмағандай болсаңдар, хабар бер. Алла, 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 Алла. Болды ма? Жарайды ма? Болды. Қане жұмыстарыңа барыңдар. Қараймын.
Sen de ханым болуды тез үйрендің. Не дегенмен қаныңда бар ғой. Қанымда болғаннан емес. Сенің төрелігіңнен, менің ханым болғаным дұрыс деп шешкендігіңнен. Қаныңда, ішіңде болғандықтан. Анаң да осы жердің ханымы болуды құмартушы еді. Мұны қайдан шығардың? Сені маған беруге неге сонша әуреленді дейсің? Солай келіскенбіз. Сені маған беріп, осы жердің ханымы болғысы келді. Түсіндің бе? Сезбедім. Бірақ сенгім келмеп еді. Бұларды бекер айтып жатқан жоқпын. Дұшпаныңды алыстан емес, қасыңнан ізде назар. Қолдағы бар алтының қадір жоқ дегендей, сен қолыңдағы саған берілген биліктің қадірін біл.